Саламатсыздар ма достар? Мен аты-жөнім Жұмабаева Тәрбия. Мен сіздерге бүгін керемет тамаша товарлар туралы айтқым келіп отыр. Жалпы барлық адам тісін жуады. Тіс пастасы деген ол өте күнделікті қажетті тамақ сияқты нәрсе. Сондықтан тіс пастаның дұрыс болғаны, адамға зиянсыз болғаны дұрыс. Біздің Faberlic компаниясында өте тамаша зубный паста, тіс пасталары бар. Ол міне мына өздеріңіз көріп отырғандай, осындай сырты ақ, сыртында мынандай кресі бар. Бірнеше түрлі бізде зубный пасталар бар. Бұл зубный пасталардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Жалпы Faberlic компаниясында зубный пасталардың ISO 9001 деген сертификаты бар, халал деген сертификаты бар, құрамында шошқаның майы жоқ, және басқа да зиянды е деген нәрселер жоқ. Сондай ерекше зубный пастаны біздер көптен бері пайдаланып келе жатырмыз. Товар Россияда, Москвада шығарылады. Бұл зубный пасталардың ерекшелігіне адамның тісінде тас пайда болмауына көмектеседі. Тісті ағартатын түрі бар, ауыздағы иісті кетіреді, нашар бактериялардың пайда болуынан сақтайды. Күнде таңертең кешке 2 рет жуып отырасыңдар, бірақ адамның ішіне кетіп қалған кезде ешқандай зияны жоқ. Мысалы, мынау укрепление и защитие десін дейді. Бұл міне бірнеше түрлі пайдасы бар. Керемет жақсы зубный паста. Бұның артикулы 1608. Щеткаға салған кезде кішкене аз салсаңыздар болады. Себебі бұл қойытылған концентрированный дейді. Қойытылған зубный паста. Сондықтан көп салып керек емес. 1-2 минут, 1 минут тісіңді жуып, жақсылап шайып, содан кейін осылай жұмысыңды аяқтауыңызға болады. Сонымен қатар артикулы 1685 деген комплексный зубный паста прополисум деп аталынады. Бұл зубный пастаның да ерекшелігі неде? Бұның құрамында кислород бар, цинк бар, прополис бар. Антибактериальный зубный паста дейді. Бұл да адамның қызыл иегін қорғап тұрады, бактерияларды, нашар бактерияларды өлтіреді, тістің эмалін сақтайды. Сондықтан бұл зубный пастында көп салып керек емес. Қойытылған зубный паста тек қана күріштен сәл үлкендеу болып салсаңыздар болады. Бірнеше түрлі зубный пастаның тағы бір ерекше зубный пастасы бар. Отбеливающий, ағартатын зубный паста. Бұның ерекшелігі тісті ағартады. Мысалы, шай, кофе, какао, тағы басқа заттар адамның тісін қарайтады. Темекі деген. Ал мына зубный паста аптасына 2-3 рет қана пайдаланатын нәрсе. Мына зубный пасталарды күнделікті 2 рет пайдалануға болады. Ал мына отбеливающий зубный пастаны аптасына 2-3 рет пайдаланасыз. Бұны көп пайдалануға болмайды. Себебі тісті ағартатын зубный пастаны үнемі пайдаланса, тістің эмалін кетіреді. Сондықтан бұны аптасына 2-3 рет пайдаланасыңдар. Мен осындай керемет жақсы бірнеше түрлі зубный пасталар бар. Бағасы қатты қымбат емес. Дәмі де сондай керемет жақсы. Осы зубный пасталарды алуды мен сіздерге айтар едім. Өте зияны жоқ нәрсе. Сонымен қатар біздің Faberlic компаниясында гель спрей для плоской рта с пребиотиком деп аталынады. Пребиотик деген мына спрейді ауызға шашқаннан кейін ауыздағы иммунитетті көтеріп, ауызда болатын әртүрлі тамақтағы ауруларды адамның ағзасы өзі емдейді деген мағынаны білдіреді. Сондықтан осы спрейді көптеп алып қойыңыздар. Артикулы 1679. Бұл балаға да, үлкен адамға да тамағын аурудан сақтайды. Ауырып кішкене тамақ қызарып бастаса, тамаққа себесіңдер. Ауыз қуысындағы иісті кетіреді, қызылектің қабынуы, күнделікті күніне 3 рет 4 рет шашуға болады. Сондай ерекше спрей. Осы үнемі біздің пайдаланатын нәрсеміз өте ерекше нәрсе. Сонымен қатар тағы бір керемет нәрсе бар. Ол ауаны тазалап тұратын нейтрализатор запаха дейді. Бұның артикулы 11287. Бұл ерекше нәрсе. Несімен ерекше? Басқа спрейлерге қарағанда бұда иіс жоқ.
тек сәл бір приятный сәл иіс бар. Бөлмедегі, туалеттегі, холодильниктің ішіндегі, тағы да балықтың, чесноктың, жуаның әртүрлі жағымсыз иістерді сразу кетіреді. Иіс болмайды. Сосын бұның тағы бір ерекшелігі, адамға ешқандай зияны жоқ. Жаман иісті сразу кетіріп, үйге бір ерекше, бір таза ауа сондай иіс береді. Сондықтан осыны да алып пайдаланыңыздар. Артикулы 11.287. Өзінің несі аты айтып тұрғандай, нейтрализатор запах дейді. Өте осындай иісті кетіретін нәрсені пайдаланып қараңыздар. Өзінің арнайы мынандай кілті бар. Осы кілтті бүйтіп ашасыңдар, сосын бүйтіп ауаға шашып қоясыңдар. Тағы бір спрейдің түрі бар, оны да айта кетейін. Бұл монарды деген, для обработки поверхности. Бұл монарды деген өсімдіктен жасалынған. Негізінде бұл плесін дейді, ол көгерген жерді тазалау үшін. Бұның өзінің иісі бар, өзіндік иісі бар. Бірақ жақсы иісті. Көгерген жерге әуел сол трәпкімен сүртіп аласыңыз, сосын мына спрейді шашасыңыз, сәл біраз уақыт қойып, тағы да манағы сәл-сәл көгерген жер қайтадан басталса, басталмаса да оның орны кетпей тұрады. Тағы да сол трәпкімен сүртіп алып, оны пакеттің ішіне салып, аузын буып лақтырасыңыздар да, мынаны тағы да сеуіп қоясыңдар. Сөйтіп бірнеше рет қайталасаңдар, манағы көгерген жердегі иіс және қайтадан көгеру кетеді. Негізінде плесін көгеру деген нәрсе ол егер бөлмеде болса, қай жерде де болса да адамға өте зиянды. Астма қылады, туберкулез қылады, тамақтың әртүрлі ауруларына ұшыратады. Сондықтан үйде плесін көгерген жер болмау керек. Ал мынау соны обработка жасайды. Сонымен қатар бұл спрейдің тағы бір ерекше нәрселісі бар. Үйде мысық болса, ит болса, солардың жатқан жеріне шашасыңдар. Әрі үйге тұмау және басқа да жұқпалы аурулары бар адам келетін болса, онда мынау келесі адамға жұқпау үшін бөлмеге шашып қоясыңдар. Офиске, оқушылардың отыратын классқа, кабинетіне, тағы да сол сияқты өзіңіздің кәдімгі тұратын үйіңізге, адамдар жиналатын жерге осыны ауық-ауық шашып отыру керек. Және үйде біреу тұмау болып ауырса, келесі адамға жұқпас үшін осыны шашу керек. Сонымен қатар адам отравление болған уақытта суға сеуіп, ішіңіздер адамның ішін өткізіп, құстырып, тазалайды ішті. Содан кейін ештеңе болмағандай жақсы болып кетесіңдер. Балаға да пайдалануға болады, үлкенге де пайдалануға болады. Біздер бұны үнемі алып қойып, үйімізге бірнешеуін алып қойып, үнемі пайдаланып отырамыз. Өте жақсы нәрсе. Тамақ қатты ауырып болдырмай тұрса, тамаққа да шашып жүрсе, ешқандай зиян жоқ. Міне осындай біздерде керемет жақсы ауаны тазалайтын, ауыз қуысын тазалайтын, өте пайдалы заттар көп. Міне осылар туралы сіздерге айтып, ақпарат бергім келіп отыр. Егер ұнап жатырса, хабарласуларыңызға болады. Бұл туралы тағы да телефонмен де сіздерге айта аламын. Сау болыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.